Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Кезекті жасанды интеллект платформасымен танысатын боламыз. Бұл платформа AI мектеп карт деп аталынады. Тіркелу үшін біз міндетті түрде өзіміздің телефон нөмірімізбен тіркелеміз. Оң жақ шетте міне көрсетіліп тұр менің телефон нөмірім. Бұның бір қиыншылығы әзірге 2 рет қана тегін кіріп пайдалануға мүмкіндік береді. Үшінші кіргенде мен ол 2 мүмкіндікті пайдаланып қойғанмын. Үшінші кірген кезде көп мүмкіндіктері шектеліп қалады екен. Енді оны айналып өтудің жолдары бар. Егер де сізде басқа сим-карталар болса, басқа сим-картамен тіркелуге болады. Басқа да айналып өту жолдары болатын болса, мен кейін хабарлайтын боламын. Әдеттегідей сайтқа сілтеме видеоның соңында бекітілген комментарийда болады. Енді сайтқа тіркелгеннен кейін сізде осындай бет ашылады. Бұл бетте міне өздеріңіз көріп отырғандай көптеген мүмкіншіліктер берілген. Мына мүмкіншіліктерді мысалы топқа бөлу, кездейсоқ оқушыны таңдау деген сияқты мүмкіндіктерді кейбіреуін пайдалану үшін арнайы класс ашуыңыз керек. Басқа мүмкіндіктер мысалы орел немесе решка дегенді пайдалансақ, монетканы лақтырамыз, жаңа орел немесе решка шығады. Сол сияқты рандомайзер бар мұнда. Мысалы классыңызда 25 бала болатын болса, солардан сұрау үшін біз жаңағы санды генерация жасауымызға болады. Кез келген санды осылай балаларға арнайы осы сандарды беріп қойып, содан кейін осы кімнің саны түседі, соған сұрақ қою арқылы тапсырмалар жасауға болады. Дәл осындай кубик лақтыруда дәл солай болады. Кубик лақтырамыз, сан шығады. Смайликтермен рефлексия бар. Светофор рефлексиясы бар. Бұнда да мысалы светофор жанады. Бұнда көрсетілген барлығы. Енді бұл бетпен өздеріңіз танысып шығуларыңызға болады. Басқа да мүмкіншіліктерінің барлығын көріп шығуларыңызға болады. Карточка деген бөлік міне менде. Мұнда бұл бөлікті жасау үшін өзіңіздің наборыңызды құрастыруыңыз керек. Мектеп квиз дегенде ойын құрастыруыңыз керек. Өзіңіз мысалы мұнда ойынның атын жазасыз. Ойынның сипаттамасын жазуға да болады, жазбай қоюға да болады. Одан кейін сұрақтарыңызды қоясыз. Бұнда 3 түрлі сұрақ болады. Бір ғана дұрыс жауабымен, бірнеше дұрыс жауабымен, теріс немесе дұрыс деген. Одан кейін тапсырмалардың өздерін бересіз. Одан кейін уақытын қоюға болады бұнда. Айтпақшы, жаңа инструмент дегеннің ішінде бізде жаңа келі есептеу бөлігі де бар. Міне мұнда мысалы 1 минутта қоюға болады. Минутты өзіңіз қоясыз. Таймер қоюға болады. Осылай таймерді жүргізсеңіз, міне келі есеп жүре бастайды. Дәл осы сияқты жаңағы мектеп квизде де жаңа уақытын қоюға болады. Төменде тапсырманың барлығын беріп болғаннан кейін, ол тапсырма қанша уақыт тұру керек ашылып. Соны қоюға болады. Бұл квиз деген сайттағы жаңа квиз жасау түрімен өте ұқсас болып береді. Ешқандай қиындық сіздерге туындырмау керек. Үшті модельдер мұнда берілген, көптеген көрулеріңізге болады танысып. Мысалы, мына анимацияны қарайтын болсақ, жүктеліп жатыр. Міне адамның денесінің анимациясы толық. Үшті модель. Бұлай да көруге болады, міне скелет түрінде де. Өздеріңіз көріп алуларыңызға болады, бірнеше өте көп. Одан кейін VR мен AR. Бұнда мысалы Қазақстанның атом электростанциясы дейді, Астана дейді, VR мысалы көрейік. Міне осындай
сол сияқты айыр кубтар арыстанмен шыққан ертегісі дейді мысалы. Қазақша ертегі. Арыстан мен тышқан. Ерте. Енді бұнда ең бастысы бұл материалдар. Көп педагогтар өздеріне қажетті дүниелерді жаңағы дайын ресурстардың ішінен қарауға болады. Міне менде бұл бөлік жабылып қалған. Негізінде бұл бөлікте өте көп материалдар бар. Оларды жүктеп алуларыңызға да болады. Оның ішінде мысалы авторлық бағдарламалар, әдістемелік құралдар, сабаққа қажетті әртүрлі КМЖ дайын сценарийлер, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға өте көп бай материалдар бар. Сол материалдарды мысалы сіз ол материалды жүктеп алғанда не істейсіз? Сол материалды сол күйінде пайдаланбайсыз, бірақ сізге идея тастайды ол материал. Өзіңіздің мысалы идеяңыз болып жүріп, оны қалай рәсімдеу керек екенін білмей жүрсеңіз, мысалы әдістемелік құрал жазғыңыз келеді, материалдарыңыз бар, ойыңыз бар, идеяңыз бар, бірақ оны қалай жүзеге асыруға болады, қалай рәсімдеу керек, осыны жағын білмей жүрген болатын болсаңыз, осы дайын ресурстардың ішінен әдістемелік құралды біреудің жазған әдістемелік құралдарын жүктеп алып, соны көру арқылы өзіңіздің ойыңызға ары қарай түрткі болады. Қалай жасау керек екенін бірден білетін боласыңыз. Сол сияқты авторлық бағдарлама, әртүрлі жаңағы сыныптан тыс жұмыстардың сценарийлері бар бұнда. Сабақ жоспарлары бар, сабаққа қажетті презентациялар бар. Соларды алып көріп, өзіңіз ары қарай дамытып, өз идеяңызбен ары қарай өзгертіп пайдалануыңызға болады. Міне осы негізгі бөліктердің барлығын өзіңіз көрулеріңізге болады. Бұнда құралдар бар. Мысалы, жаңағы КМЖ жасау, тест құрастыру өте көп. Бұнда мысалы КМЖ жасауды көретін болсақ, бұнда мектепті жазасыз, өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Одан кейін жұмыс бағдарламасын жазасыз, тақырыбыңызды жазасыз, оқыту мақсатын жазасыз, пәніңізді таңдап аласыз, мына жерден сыныбыңызды таңдап аласыз. Онан кейін уақыт ұзақтығын таңдап аласыз. Бұл жерде 45 минут, бұл мектепке арналған, мысалы колледждер болатын болса 90 минут деп қойасыз. Тілді таңдайсыз, бұнда қазақ, ағылшын, орыс тілдері берілген. Одан кейін КМЖ жасау дегенді бөлікті бассаңыз, сізге жасап береді. Сол сияқты осы КМЖ жасау сияқты басқа да инструменттер өте көп, құралдар, осылардың барлығын пайдаланып көрулеріңізге болады. Олар әлі де болса, мысалы мен қазір 3-ші рет кіріп отырмын, маған әлі де болса бұл жұмыс істеп тұр. Сондықтан да ал жаңағы дайын ресурстар менде жабылып қалған, ал жаңағы құралдар әлі де болса менде жұмыс істеп тұр. Оларды мен қолдана беруіме болады. Жаңағы ПЖБ, ТЖБ жасауға да генераторлары бар, өзінің пайдаланып көрулеріңізге болады. Сол сияқты мәтінді аудармалау, барлығында өздеріңіз қарап көрулеріңізге болады. Міне осындай инструменттері бар. Әсіресе жаңағыдай айтып өткенімдей, ең бірінші кірген беттеріңізде сіз мына дайын ресурстар, дайын қорлар деген бөлікке кіріп, осы жерде үлкен библиотека бар. Содан өзіңіз маған қажет болады деген дүниенің барлығын бірден жаңағы өзіңіздің компьютеріңізден бір папка ашыңыз да, соған жүктеп алыңыз. Ертең сізге қажет болады, өзіңізге әртүрлі идеяларды жүзеге асыруыңыз үшін өте қажет болады. Ең бастысы осы дайын құралдар. Одан кейін барып мына жасанды интеллект құралдарын пайдалануыңызға болады. Міне бұл ең басты екі бөлігі сіздерге айтатын осы жасанды интеллект платформасындағы ең басты екі бөлік осы дайын ресурстар мен құралдары. Басқа құралдарды да өзіңіз қажетіңізше көріп, жаңағы сайт жаңағы өте түсінікті жасалынған, әр бөлікке кіріп отырсаңыз, өзіңіз оп-оңай тауып ала аласыз. Бұнда мысалы жаңағы ойынды арқылы да жасауға болады. Ол үшін мұны тақырыбын жазасыз, сыныбыңызды таңдайсыз, пәніңізді таңдайсыз, тілін таңдайсыз, одан кейін сұрақтың санын таңдайсыз. Бұнда 10 сұраққа дейін ғана беруге мүмкіндік береді. Одан кейін викторинаны осы арқылы құрастыруға болады, жасанды интеллект арқылы. Міне сайтқа қысқаша солу осы. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса,
видеоның соңында сұрақтарыңызды қойыңыздар, мүмкіндігінше жауап беруге тырысамыз. Менің каналыма өтіп, осы сияқты басқа да көптеген жасанды интеллектілерді тегін пайдалану туралы видеолар бар. Соларды көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.